Оқиғаның жалғасы, Аруна, Нұрдәулет және Айда үштігі болып қалды ма? Нұрдәулет бір сөз айтпады, тіпті Инстаграм желісіндегі жоқ болып кеткендей. Аруна да, Айда да көп шындықты сыртқа шығарды. Айданы соққан ба, қаншама қолында көгілдірдер бар. Ал Аруна болса бар шындықты айтты. Мен неге үндемеуім керек? Алдында осылай салғанда мен үндемедім. Хотя мен Нұрдәулетпен жеке кездеспегенмін. Айтылып жатқан әңгіме, үйленген соң кездесті деген 100% өтірік. Оның уақытысын тапсам, оны да делелдеп беремін. Бірінші рет емес, екінші рет уже. Сонда менің сыртымнан өтірік таратады екен, мен үндемей отыруым керек па? Құдай бар болса, бәрінің жауабын береді. Иши менің әке-шешеме тіл тигізіп звондап аузына келгенді айтты. Иши сол кездері мен қызғаныш екенін түсініп үндемедім, неге ашуланды? Шындықты айтайын, онда кездерін ашылсын. Потому что он мырза эфирден сұранып, бұл уже мен таныстыққа жоқ деген жауаптан соң, үміткер қабылдама деп жазып жүрген кездер. Сол перепискадан соң бізде мүлдем связь болмаған. Сол кезде Бішкекке барып Айдадан кешірім сұрап барған. Одан соң эфирге келіп қосылғысы келетінін айтып, артынша эфирден сұранып қосылып кетті. Айда ашуланды, зато что маған сөз салынғанына, зато что көндіру үшін келіп жүрген моменттерге. Одан кешірім сұрай тура барып жүріп, маған үміткер қабылдама деп жазғанына дейді Аруна.